Өкпе дертіне шалдыққан жасөспірімдердің саны жыл санап көбейіп жатқанын тәуелсіз сарапшылар да растап отыр. Тек ауыр дәрілерден гөрі дәстүрлі еммен, табиғи шөп дәрумендермен емделгенді құп көреді. Өйткені антибиотиктер әлсіз иммунитетті одан сайын әлсіретеді дейді қазақтың дәстүрлі емін жаңартып жүрген осындай орталықтың басшысы Сүлеймен Маралбай. Қазір жасөспірімдерде туберкулез ауру көбейіп кеткен. Оның себебі ең біріншіден кішкентайдан бастап антибиотик қолданғандықтан ол жасөспірімдердің ағзаларының бәрі ауруға қарсылық қуаты төмендеп кетеді да, вирустарды көп тез қабылдап алады. Кішкентайдан бастап балаларға мүмкіндігінше табиғи шөптен жасалған өнімдерді берген дұрыс деп кеңес бере аламын. Бүгінде өкпе дертін жұқтырған мұғалімдер мен оқушылар ем-дом қабылдап жатыр. Сондықтан мектеп басшылары ата-аналарға алаңдайтын негіз жоғын жеткізді. Сымбат Ғалымбекұлы, Фарид Якупов, КТК, Алматы.